today. Today we'll start model 6, parts of the body. Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Біздер міне бүгін 6-шы модулімізді бастаймыз. Тақырыбы адамның дене мүшелері. 6-шы модульді негізгі 3 тақырыпқа бөлдім. Негізгі грамматикалық тақырыбымыз have got, has got тақырыбы. Бүгінгі 6-1 модульде have got, has got-тың болымды affirmative түрімен танысамыз, адамның дене мүшелерімен танысамыз және де жаттығулар жасайтын боламыз. Parts of the body, мінекей оқушылар, сіздерге осындай суреттермен аттарын ағылшынша атаулармен көрсеттім. Енді біздер жеке-жеке тоқталып өтейік. Parts of the body, қазақша адамның дене мүшелері. Міне басымыздан бастайық. Бас бізде head. Құлақ ear. Адамда мысалы 2 құлақ, сондықтан s қосып ears деп пайдаланамыз көбінесе сөйлем құрағанда. Көз eye, бір көз eye, бізде 2 көз болғандықтан eyes деп пайдаланамыз. S қосамыз. Мұрын nose, шаш hair, шаш саналмайды. Uncountable. Тіс tooth, бір тісті tooth деп айтамыз. Көп тіс болғандықтан мына жер өзгеріп teeth деп пайдаланамыз. Мойын neck, ауыз mouth. Тағы да бір қайталап өтейік. Head, ear, eye, nose, hair, tooth, neck, mouth. Және сол сияқты тағы да қол аяқтарымен танысайық дене мүшелерімізбен. Саусағымыз, қолдағы саусақты finger деп айтамыз. Мына қолдың білектен жоғарғы бөлігін, білектен саусақтың қамтыған бөлігін hand деп айтамыз. Ал мына иығымыздан төмен қарай бөлікті arm деп айтамыз. Тіземізді knee деп айтамыз. Аяқтың жоғарғы осы бөлігінің барлығын leg дейміз. Табанымыз foot, иығымыз shoulder және башпайларымызды toe деп айтамыз. Тағы да бір қайталап өтейік. Finger, hand, arm, knee, leg, foot, shoulder, toe. Жақсы. Енді негізгі грамматикалық бөлімімізге көшейік. Бізде бүгін have got, has got тақырыбы, ол яғни бір нәрсенің бар екендігін білдіру үшін айтамыз. Мысалға, менің сіңлім бар, менің інім бар, тағы да менің ұзын шашым бар, немесе оның құйрығы бар деген сияқты нәрселерді айту үшін осы have got, has got жетістігін пайдаланамыз. Енді оның сөйлемдегі орналасу тәртібі қалай болады? Бірінші бізде бастауыш орналасады, одан кейін have got, has got жетістігі тұрады, және де одан кейін зат есім келеді. Have got, has got дейтін себебіміз кейбір жерде have got келеді, кейбір жерде has got келеді. Мінекей біздер үнемі осы жүктеу есімдіктермен қарастырамыз. Жекеше түрде мысалы I-дан кейін міндетті түрде have got келеді. You-дан кейін де have got келеді. Тек қана үшінші жақта he, she, it-тан кейін бізде has got келеді. Яғни he has got, she has got, it has got болып. Көпше түрде де we, you, they-дің барлығында have got келеді. Бізде ағылшын тілінде білесіздер, осындай қысқартулар бар. Мысалы, I have got қысқартып I've got деп айтамыз. I've got, you have got, you've got, he has got, he's got, she has got, she's got, it has got, it's got. We have got, we've got, you have got, you've got, they have got, they've got деп қысқартылады. Енді бірнеше мысалдар қарастырып көрейік. Мысалға, менің кітабым бар деп айтқымыз келсе, I have got a book. You have got a book. Сенің кітабың бар. He has got a book. Оның кітабы бар. She has got a book. It has got 2 eyes. Мысалы, біздер жансыз нәрселердің жануарларға кітабы бар деп айтпаймыз. Оған мысалы 2 көзі бар деп айтқымыз келсе, it has got 2 eyes деп айтамыз. Біздердің кітаптарымыз бар. We have got books. You have got books. They have got books болады. Немесе, мысалы, менің мұрным кішкентай деп айту үшін, менің кішкентай мұрным бар деп. I have got a small nose. You have got a small nose. He has got a small nose. She has got a small nose. Жансыз нәрселерге де айтуға болады. It has got a small nose.
We have got a small nose, you have got a small nose, they have got a small nose деп айтамыз. Я өздеріңіз байқағандарыңыздай, мына have got, has gottан кейінгі кез келген сөзді, кез келген тіркестерді қолдана беруіңізге болады. Ешқандай қиындығы жоқ деп ойлаймын. Және де осындай мысалдар қарастырып көрейік. Мысалы, мына суретте екі қыз бейнеленген. Мысалы, біреу айтып жатыр, I've got a sister. Менің апам бар дейді. Ол айтады, she's got a sister. Оның сіңлісі бар деп айтсақ та болады. Немесе she's got a brother. Оның інісі бар. He's got a sister. Оның міне апасы бар. Немесе жансыз немесе жануарларға итті қолданатын болсақ, мысалы, мысықтың екі көзі бар. It has got two eyes. Екі көзі бар. Немесе it has got two big ears. Екі үлкен құлағы бар деп айтсақ болады. Еке, құрметті оқушылар, біздің осымен грамматикалық бөліміміз аяқталды. Енді тапсырмаларға кезек берейік. Task 1, look at the pictures and put have got or has got. Мына жүктеу есімдіктеріне қараймыз да, have got немесе has got қойып шығамыз. Мысалы, біріншісінде I have got dark hair. Менің шашым, қара шашым бар дейді. Немесе оның деп те айтуға болады бұл сөйлемге қарап. He has got big eyes деп айтуға болады. Мына сөйлемде ол деп айтуға болады, немесе мен деп айтуға болады. Ал мына сөйлемде итпен береміз екі сөйлемде де. Соған мұқият мән беріп орындаңыздар. Келесі тапсырма, task 2, put in the correct order. Мына суретке қарайсыздар, одан кейін мына сөйлемдегі мүшелердің орындары бір-бірімен ауысып кеткен. Соны рет-ретімен қою керек. Біздер айттық, бірінші бастауыш тұрады дедік. Бастауыш бізде жүктеу есімдігі personal pronoun I мысалы. Одан кейін have got, has got тұрады. Міне I have got, have тұрады, содан кейін got тұрады, содан кейін two legs, екі не. Егер де тек қана зат есімнің өзі қолданатын болса, зат есімді береміз. Егер зат есімнің алдына мысалы тағы да бір саны немесе сын есім қойылатын болса, ол зат есімнің алдында жүреді. Осылайша қалған үш сөйлемді де мұқият қарап орындаңыздар. Келесі, read the text and put the missing words has or have. Текст берілген Mike and his friends. Осы текстте түсіп қалған сөздердің орнына осы екеуінің біреуін қоямыз. Have немесе has. Hello, сәлем, my name is Mike. Менің атым Mike. I, мысалы, have got, менен кейін have болады. Got big and brown eyes. I got brown hair, big ears and small nose. Өзін сипаттап жатыр. I got a dog. Its name is Buddy. It's brown. Енді итінің аты Buddy, соны суреттеп жатыр. It's brown and white. Ол қоңыр, ақ түс аралас. It, міндегіне қоямыз. Got two big ears. Екі үлкен құлағы бар. Two black eyes. Екі қара көзі бар. Four legs and a small nose. Төрт аяғы және кішкентай мұрны бар. Buddy is a very clever dog. Ол ақылды ит. We are friends. Біздер достарымыз деп өзін және досын сипаттаған. Неке осы тапсырманы орындап болғаннан кейін мына жерде task 4 берілген. Make your own text about yourself. Яғни осы текстті пайдалана отырып, өзің туралы текст құрастырып жаз. Өзің мысалы осылай өзің туралы, егер итің жоқ болса, онда мысалы дос балаң, досың туралы, немесе дос қызың туралы осылайша шағын суреттеп жазып үйренейік. Неке құрметті оқушылар, осымен бүгін біздің сабағымыз аяқталды. Видео сабақтың астында тапсырмаларды мұқият орындаңыздар. See you next lesson. Goodbye.